Всем привет! Сендермен бірге Малика апай және мен ОБТ биологиядан дайындайтын репетитормын. Менің өзімнің жеке үлкен пробио онлайн деп аталатын тек қана биологиядан дайындайтын үлкен мектеп бар. Бүгінгі сабақта мен сендерге кішкене қиындау тақырып ферменттердің құрылысын түсіндіріп беремін. Дайын болсындар, ендеше кеттік. Жалпы фермент дегенде ОБТ-ға дайындалатын бала сразу жаттанды фразаны миына алып келеді. Фермент дегеніміз ол биологиялық катализатор дейді. Ал катализатор дегенімізде ол химиялық реакцияны тездететін сондай өршіткі деген сияқты зат. Мен енді сабақ көптеген жылдар бойы беріп келатқандықтан кейбір балалар болады, которые просто информацияны берсін түсінбейді, так что оған біз более-менее ашып, мысалмен түсіндіріп беруіміз керек. И мен сендерге сондай бір мысалды келтірейін деп жатырмын. Мысалға біз сковородканы алдық, бір тамақты қуырғаннан кейін. Оны біз құр сумен жуамыз. Әрине, күндердің бір күні біз оны майын кетіруіміз мүмкін. Но егер біз дәл сол сковородканы фейримен жуатын болсақ, біз ол процесті тездетеміз. Яғни тез ана майларын ерітіп тастаймыз, тез тап-таза қылдырамыз өзіміз сковородкамызды. Так вот, ферменттер дегеніміз осындай реакцияларды биологияда, яғни биохимияда, жасушаның ішінде, сұйықтықтардың ішінде жылдамдататын заттар. Енді мектеп курсында сендер енді кішкентай сыныптардан бастап қандай ферменттердің аттарын білесіңдер? Давайте бірге тексерейік. Біріншісі, көмірсуларды ауыз қуысында ыдыратады дейді. Бұл қандай фермент? Бұл фермент бізде аталады амилаза. Амилаза. Мысал ретінде сахароза, қант, кәдімгі дастарханда тұрған қант, ол бізде дисахаридке жатады, сахарозаға жатады. Біздің аузымызға түсіп тәтті дәм беру үшін ол ыдырау керек. И біз оны тәтті дәм сезуіміз керек. Сол кезде ол сахароза дисахарид болғандықтан ол бізде фруктоза мен глюкозаға ыдырайды, дәл осыны ыдырататын фермент болады. Яғни осыны ыдыратып, тез бізге тәтті дәм сезуге көмектесетін зат фермент болады, и ол бізде амилаза. Келесі, нәруізді амин қышқылдарына дейін ыдыратады дейді. Нәруіз өзі биологиялық полимер, ол күрделі зат. Өте көптеген амин қышқылдарының қалдықтарынан тұрады. И оны бізге тоже қарапайымды затқа айналдыру керек. Вот түсінгендерім бойынша уже фермент бізде күрделі затты қарапайым затқа айналдырады. Полимерді мономерге айналдырады. Яғни тұрған затты бір-бірімен ажыратып, кішкентай заттарға айналдырып береді. И сөйтіп бізге реакцияны жылдамдатады. Ол әртүрлі реакция болуы мүмкін. Ас қорыту, немесе жасушадағы белгілі бір тұқым қуалау ақпаратын жазып алу деген тәрізді. Ал нәруіздерге келетін болсақ, ол бізде пепсин болады. Пепсин асқазан сөлінде осындай нәруіздерді амин қышқылдарынан ыдыратады. Келесі, майларды, липидтерді май қышқылы мен глицеринге дейін ыдыратады. Май біз екі түрі заттан тұрады. Ол бізде май қышқылы, глицерин. Май қышқылы еще қанықпаған деп бөлінеді. Жатқа білесіңдер ма? Сұрайды ОБТ-да. Енді қараңдар. Ол бізде липаза. Липаза. Яғни аза деген фермент көрсіңдер. Амилаза, липаза ол фермент деген мағынаны береді. Енді қараңдар. ДНК репликациясына қатысатын ферменттер дейді. Как? Уже мынақты тұқым қуалау ақпарат болып бара жатыр. Бұған бізде жатады хеликаза, яғни нәруіздегі байланыстарды, точнее, ДНК-дағы сутектік байланыстарды ажыратады. Және де ДНК полимераза, оны қайталайды, жаңағы несіне қарап, нуклеотидтердің қалдықтарына қарап, оны тігеді. ДНК полимераза. Балапандар, егер де мен айтқан термин сөздер түсінбей жатсаңдар, и сендер 11 сынып болсаңдар, то это red flag просто. Сендерге тезірек білмейтін заттармен жұмыс жасау керек. Білетін затпен жұмыс жасаудың қажет жоқ. Қайталаудың көп қажет жоқ. Лучше тезірек білмейтін заттарды анықтап алу керек та, и солармен жұмыс жасау керек. Пробио мектебіне шақырамын, қысқа уақыт аралығында білмейтін заттарының орнын толықтырып береміз. Төменгі описаниедағы ссылкада барлық мәлімет. Сонымен дәл кеттік. Супер! Біз қазір мектеп программасында әлсін болсын, қандай ферменттерді білетінімізді анықтап алдық. И ферменттің не екенін вообще түсіндікті, что ол бізде катализатор екен. Ал табиғаты бойынша ферменттер бізде күрделі нәруіздерге жатады. Яғни ол табиғаты бойынша өзі нәруіз. Прикиньте, нәруіз еще нәруіздерді ыдыратады деген сияқты. Мына оның 3D компьютердағы бейнесі осындай болады. Яғни олар слишком кішкентай, енді молекула, олар өте кішкентай. Так что ол бізге органоид тәрізді зат емес, микроскоппен көре салатын, мысалы ядроны көре салатын деген сияқты. Ол өте кішкентай зат, сондықтан да электрондық микроскоптың 3D
форматында ол осылай бізге көрінеді. А еще ферменттерді зерттейтін ғылым бар. Оны бізде энзимология деп атайды. Жазып ала қойыңдар. Энзимология бізде ферменттер туралы ғылым. Өйткені фермент сөзіне синоним сөз, ол бізде энзим болады. Вот так. Хорошо. Енді жалпы біздегі тақырып ол ферменттердің құрылысы болған. Кіріспе бөлімді бітірдік, енді давайте негізгі бөліміне келейік. Ферменттер бізде құрылысы жағынан нәруыз. Бірақ ол еще күрделі немесе жай деп бөлу мүмкін. Күрделі фермент болуы мүмкін, немесе жай фермент болуы мүмкін. Так как табиғаты бойынша нәруыз, егер де ферменттің бізде бүкіл бөлігі нәруізден тұратын болса, оны бізде апофермент деп атайды. Яғни апофермент дегеніміз, ол бізде ферменттің нәруізді бөлігі. Нәр уызды бөлігі. Мынау нәр деген сөз. Нәруізді бөлігі. Оны бізде апофермент деп атайды. Егер де фермент тек қана апоферменттен тұрса, значит бұл жай фермент. Енді нәруізді емес бөлігі болады ферменттің. Оны бізде кофермент деп атайды. Кофермент нәруізді емес бөлігі. Болған бізде витаминдер, күрделі металдар, әртүрлі тағы да басқа да заттар болуы мүмкін. Я нәруізді емес бөліктер, мысалы металл, мырыш, цинк деген тәрізді. Егер де сондай зат болса, значит бізде фермент күрделі болады деген сөз. Вот, нәруіздік бөлігі апофермент, нәруізді емес бөлігі кофермент. Тек қана апоферменттен тұрса жай фермент, коферменттен тұрса уже күрделі фермент болады. Амин қышқылдық емес, яғни нәруіздік емес бөлігінің тағы да бір атауы бізде простетикалық топ деп аталады. Простетикалық топ. Простетикалық топтың құрамында ферменттің белсенді орталығы орналасады. Обязательно. Ферментте бізде белсенді орталық деген орналасады. Ол не деген сөз? Мысал ретінде, мынау бізде фермент, мынау бізде фермент. Мынау бізде ферменттің нәруіздік емес бөлігі, немесе простетикалық топ. Кофермент. И осы жақта бізде орналасады белсенді орталық. Белсенді орталықтың қызметі қандай? Ол бізде субстрат, яғни затты өзіне ұстап алады. Міне, заттарды өзіне ұстайды. Жалпы ферменттің қызметі бізде ажырату ғой. Полимерлі заттарды мономерлерге жату. Заттарды өзіне ұстайды. Міне осылай, заттарды өзіне ұстайды. Потом барып ажыратады. Немесе мынаяқтан көруге болады. Міне субстрат дегеніміз, жалпы субстрат дегеніміз ол зат деген мағынаны береді. Субстрат келеді ферментке. Фермент оны өзінің белсенді орталығымен ұстап алады да, и екі затқа ажыратып тастайды. Мысалға майдалды амин қышқылы мен глицеринге ажыратты. Нәруіздалды амин қышқылдарын ажыратты. Дисахаридталды моносахаридтерге ажыратты. Яғни осы бізде ферменттің белсенді орталығының бөлігі. Енді ферменттің бізде үш түрлі белсенді орталығы болады екен. И оның біріншісі субстратты белсенді орталық. Субстратты белсенді орталық, давайте мынаяқтағы сурет бойынша ферменттің схемасы беріліп тұр. Қаяқта орналасқан? Міне, орысша жазылып тұр бізде. Субстратный центр. Номер 3-пен, міне мынау субстратты орталық. Вот, мынау бір екі жақта. И бұның қызметі қандай? Бұл бізде субстраттарды қосып алу қызметін атқарады. Сутектік және де ван дер Вальс сияқты әлсіз байланыстарды, гидрофобты өзара әрекеттеспеуді пайдалану арқылы қамтамасыз етеді дейді. Насколько мутно, скучно бы это не звучало, но осы заттар бізде ұбытыны көп жауаптық сұрағында келеді. Дәш кеттік. Келесі катализдік белсенді орталық. Номер 2. Міне 3 бұрышпен беріліп тұр. Мынау бізде катализдік белсенді орталық. Вот. Ол бізде субстраттың өзгеруіне жауап береді. Яғни субстраттың массасының өзгеруіне жауап береді. Енді қосып алып ажырату керек қой сол кезде. Келесі номер 3-ші ең соңғы белсенді орталық, ол бізде аллостериялық, немесе реттеу орталығы. Төмен молекулалы заттарды қосып алуды қамтамасыз етеді, төмен молекулалы заттарды. Ферменттің белсенділігін өзгеруіне алып келеді. Аллостериялық орталық бізде ең артында орналасады. Яғни бетінде, ортасында емес, а именно ең артында. Вот осы бізде аллостериялық белсенді орталық. Сонымен балапандар, біздің ферменттерге қатысты кішігірім кіріспе сабағымыз аяқталды. Біз не білдік бүгін? Фермент бізде катализатор екенін білдік. Яғни ол процесті жылдамдатады, яғни заттардың ыдырауына көмектеседі. Табиғаты бойынша нәруізге жатады, ол күрделі немесе жай болуы мүмкін. Нәруіздік бөлігін бізде апофермент деп атайды. Сонымен қатар ферменттің 3 белсенді орталығы бар. Олар бізде субстратты, катализдік және де аллостериялық орталық.
Өкінішке орай мен YouTube каналда өте ұзақ уақыт сендерге сабақты түсіндіре алмаймын, ал бұл ферменттердің мынандай ғана бөлігіне арналған информация. Егер де көбірек білгілерің келсе, бұл біздің пробио мектебінде молекулалық биология деп аталатын сабақтан алынған. Курсқа қатысу үшін төменде берілген сілтемелерге өтсеңдер, біз сендерді ұбт-ға өте күшті деңгейде дайындап шығамыз. Ал егер де күнделікті күшті информация алып, қызықты етіп биологияны оқыларын келсе, то менің инстаграмға обязательно жазылыңдар. Естественно, ютубта бүкіл жерде колокольчикті қосып қойып ұмытпаңдар, өйткені апта сайын мен 2 видеоны шығарамын. Назар қойып тыңдағандарына көп рахмет. Всем пока!